Баршаңызға сәлем, Бәрде қазақша каналының көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен үй жағдайында бар болған 3 қана заттан құралған ірімшік жасайтын боламыз. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрине оған бізге сүт, жұмыртқа және қаймақ қажет болады. Қанша қажет екенін мен астына описанияда қалдырып кететін боламын. Осылай сүтімізді қазанға құйып, қайнатамыз. Қатты қайнатпаймыз, және де жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, тұз салуды да ұмытып кетпейміз. Тұзды да салып, жақсылап араластырамыз. Сүт қатты қайнап кетпеу керек. Міне қоспамызды осылай ішіне салып, 1-2 рет араластырамыз. Сосын жай отта 15-20 минуттай қайнатамыз. Міне осындай майда комоттар пайда болады. Тағы да 1-2 минут қайнатқаннан кейін осындай үлкен комоттар пайда болып бастайды. Значит, бізде дайын болды деген сөз. Міне осылай қойын сүзіп алып, марлемен қалған артық суларын сығып тастап, үстін қатты және ауыртпен бастырып қоясыздар 5-6 сағатқа. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Баршаңызға ас болсын.